Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мектептің жанында ойнаймыз. Бүгінгі сабақта баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсінеміз. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолданамыз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: жанында, үй; мектеп, үйдің жанында; дүкен, мектептің жанында; тыңда, қайтала, оқы; менің үйім мектептің жанында; Сашаның үйі саябақтың жанында; Әнелдің үйі театрдың жанында; біз үзілісте мектептің жанында ойнаймыз. Бірінші тапсырма: суретке қара, оқы. Саша терезенің жанында тұр. Әлібек мектептің жанында тұр. Кітап дәптердің жанында жатыр. Екінші тапсырма: суреттерге қарап, сұрақтарға жауап бер. Бала қайда тұр? Үй қайда тұр? Сөмке қайда тұр? Саша қайда тұр? Сұрақтарға қалай жауап бердік? Жауабымызды тексеріп көрейік. Бала қайда тұр? Бала партаның жанында тұр. Үй қайда тұр? Үй мектептің жанында тұр. Сөмке қайда тұр? Сөмке үстелдің жанында тұр. Саша қайда тұр? Саша тақтаның жанында тұр. Үшінші тапсырма: суреттерге қарап, сөйлем құрап жаз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіндік. Заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдануды үйрендік. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма: жанында сөзін қолданып, 3 сөйлем құрап жаз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.